Барлықтарыңызға сәлем. Бұл сабақта алгоритмі сортировки деген бөлімге өтеміз. Сұрыптау алгоритмдері. Сортировка бір, мына жерде сұрыптау бір. Есептер берілген, мына жерде 10 есеп берілген екен. Солардан басындағы үшеуін шығарамыз. Сортировка пузырьком. Көпіршік әдісімен сұрыптау. Көпіршік әдісімен сұрыптаған кезде қалай сұрыпталады екен? Мына жерде сандар көп екен. Қазір бесеуін алайық. Сұрыптау деп негізі өсу ретімен немесе кему ретімен сұрыптауға айтылады. Мына жерде мысалға өсу ретімен сұрыптау керек болсын. Сонда ең кіші сан бірінші тұрады, одан үлкен кейін тұрады, одан үлкен 12 тұрады, 18 тұрады, сосын 92 тұрады екен. Ең соңында осындай лист алуымыз керек. Бастапқы лист сандар тізімі осыған тең, соңғы сандар тізімі мынандай болып шығу керек екен. Көпіршік әдісі бойынша қалай сұрыптаймыз? Біртіндеп сандарды салыстырамыз. 12 мен 7-ні салыстырамыз бірінші. 12 7-ден үлкен болғандықтан екеуінің орнын ауыстырамыз. 12 мен 7-ның орнына ауысады. 7 бірінші, сосын 12 болады. Енді 12 мен 92-ні салыстырады. 12 92-ден үлкен емес, сондықтан өз орында қалады екен. Енді 92 мен 5-ті салыстырады. 92 5-тен үлкен, сондықтан екеуінің орнын ауыстырып қоямыз. 92. Енді келесі қадамда 92 мен 18 салыстырады. 92 18-ден үлкен, сондықтан екеуінің орнын ауыстырады екен. Мына жер 18 болады. Ал 18-дің орнына 92 болады екен. Сонымен ең үлкен сан ең соңына барды. Енді бұл 92 сол жерде қалады. Ал мына жерге дейін тексереміз енді. Басынан бастап қайттан тексереміз. 92-ге тиіспейді екенбіз енді. 7 мен 12-ні салыстырамыз. 7 12-ден кіші, сондықтан ауыспайды. Енді 12 мен 5 салыстырамыз. 12 5-тен үлкен, екеуінің орнын ауысады. 12. Енді 12 мен 18 салыстырады. 12 18-ден үлкен емес, сол күйінде қалады екен. 18 ең соңына барды сонымен. Онда 92 сияқты оғанда енді тиіспейміз. 3 санды ғана, 3 санмен ғана амалдар орындаймыз, ауыстырамыз. 7 мен 5 екеуін салыстырады. 7 5-тен үлкен, сондықтан екеуінің орнын ауыстырады. Енді 7 мен 12-ні салыстырады. 7 12-ден үлкен емес, сондықтан оғанда енді қайта тиіспейді екен, сол күйінде қалады. 12-де анықталды болды. Енді 5 мен 7-ні салыстырады. 5 7-ден үлкен емес, сондықтан өз орында қалады екен. Мына жерде 5 сан болғанда 10 рет орындалу керек.
mına жерге дейін 4 рет, сосын 3 рет, 3 реттен соң 18 анықталды. 2 реттен соң 12 анықталды. Ал соңында қайттан бір рет жазып қояды екенбіз. Барлығы өз орында тұр енді. Мына соңында шығу керек болған лист тізім шықты. Осы әдісті енді реализация жасауымыз керек. Бізге не беріледі? Бір n деген сан, тізімдегі элементтер саны беріледі екен. Сосын тізімнің өзі беріледі. n тең лист беріледі. n тең int input a деген лист болсын. Неше рет ауыстырып жатыр, соны анықта деп сұраған. Количество инверсий в процессе сортировки методы пузырька деп айтылған. Оны санау үшін бір счетчик санауыш қойып қояйық. S тең 0 болсын. Басында for I in range. Мына көпіршік әдісімен сұрыптау, ол квадраттық сұрыптау болады екен. I мен G болады. Ең соңғы бір санды салыстырудың қажеті жоқ. Оны өзімен өзін салыстырмаймыз. Сондықтан n-1-ге дейін барады екенбіз. For J in range. J қай жерге дейін барады. n-1-ден азайту керек екен. Айтты азайтып тастау керек. Өйткені ең соңғы элемент, мысалға I 0-ге тең болған кезде n-1-ге дейін барады. I мысалға 1-ге тең болған болса n-2-ге дейін барады. Мына соңғы ең максимум, ең үлкен элементті тауып болған соң, оны қайта қарастырудың қажеті жоқ. Сондықтан мына жерде i-ді азайтып отырады екенбіз. Егер біз ағымдағы элемент тексеріліп жатқан элемент өзінен кейінгі элементтен үлкен болып кететін болса, онда екеуінің орнын ауыстыру керек. Екеуінің орнын ауыстырамыз. Сіздің программалау тіліңізде онда екеуін бір жолда ауыстыратын мүмкіндік болмаса, T деп бір қосымша көмекші айнымалы арқылы ауыстыруға да болады. Ауыстырдық деп қосып қояйық. Санауышқа бірді. Ең соңында енді сының мәнін шығарамыз. Тексеріп көрейік. Екі дұрыс. Ол да дұрыс сияқты. Тексеруге жібереміз. Мына жерде қалай ауысып жатыр, соларды көрсек болады екен. Әр қадамда қалай шығып жатыр. Print A. Жеті мен 12-ні салыстырады. 7 12-ден үлкен емес, өз орында тұра береді. Қалғандарда тұра береді. Енді мына жерде 12 мен 92-ні салыстырады.
Ол жерде де 12 92'den үлкен емес, сондықтан өз орында қалады. Енді мына элемент 5 пен 92-ні салыстырады. 92 үлкен, сондықтан орын ауыстырады. Мына жерде енді 18 мен 92-ның орнын ауыстырдық. Сосын 4 пен 92, 32 мен 92, 48 мен 92, 11 мен 92, 74 пен 92. Тағы басын өтеміз енді. 7 мен 12 ауыспайды. 5 пен 12, 5 кіші, 12 үлкен ауысады. Солай соңына дейін кете береді екен. Мына әдісті көпіршік әдісі деп атаймыз. Кезекте тұр екен. Accepted дейді. Мына есеп қабылданды. Келесі есепке өтеміз. Сортировка выбором деген таңдау арқылы сұрыптау. Таңдау арқылы сұрыптау қалай болады екен? Бұл жерде бізге лист беріледі. Оның элементтері A0-ден N-1-ге дейін N саннан тұрады екен. Оны келесі тәртіпте сұрыптаймыз. Бірінші ең үлкен санды тауып аламыз, және оны соңғы элементпен ауыстырамыз. Егер ол екеуі тең болса, ауыстырудың қажеті жоқ. Ең соңғы элементті тауып болған соң, енді ең соңғыға дейін тексереміз. Ең соңғысын қоспаймыз. Тағы екінші максимум тапқан соң, соңындағы екі элементті қарастырмаймыз. Максимум тапқан соң, соңындағы 3 элементті қарастырмаймыз. Солай соңына дейін барады екенбіз. Барлығын өсу ретімен сұрыптап шығуымыз керек. Мысалға, мынау болсын, мына тесті алайық. Осы сандар болсын. Максимумды анықтаймыз. Максимум 40-қа тең. Мына жерде оның индекстерінде сұраған екен. Индекстерін жазып қояқ. 5-дің қажеті жоқ бізге. Максимум, бірінші максимум 40 болады. Мынау 40 болады. Оның индексі 0-ге тең. Сон ауыстырады енді. Ең соңдағы 20 мен ауыстырады. 20 мен 40-ның орнын ауыстырады екенбіз. Мына жерде 40 болады, ал мына 40-ның орнында 20 болады. Енді мынаны қарастырмаймыз. Мына жерге дейін қарастырамыз енді. Максимумның индексі енді 3 болып тұр мына жерде. Келесі максимумның индексі. Мынаны жылжытып қояйын. Енді мына 40-ты қайта қарастырмаймыз. Максимумның индексі 3 болып тұр, бірақ оны 20 мен ауыстырудың қажеті жоқ. Өйткені ең үлкен сан өз орнында тұр. Енді тағы да қараймыз. 0, 3, 1, 0, 0 деп тұр. Ең үлкен сан табамыз. Енді мына үшеуінің ішінен мынаны да сүріп қояйын. Екеуі анықталды болды. Оның индексі 1-ге тең. Мына жерде ең максимум сан, мына үшеуінің ішінде. Ең үлкен сан 30 болып тұр, оның индексі 1-ге тең екен. Орын ауыстыру керек, бірақ енді мына екеуінің 20 мен 30-ның орнын ауыстырамыз. Енді келесі 30-да қарастырмаймыз, енді 20 мен 20-ны салыстыруымыз керек. Үлкеннің индексі 0 болып тұр. Мына екеуінің орнын ауыстырудың қажеті жоқ. 20-20-дан үлкен емес. Тағы соңғы итерация қалды. Соңғы итерацияда тағы мына екеуінің максимум табамыз. Ол жерде максимумның индексі 0 болады екен. Бұл жерде орындарын ауыстырып, индекстерін шығарып отыруымыз қажет екен. Сонда бізде 0, 3, 1, 0, 0 деген сандар шығуы қажет. Осы алгоритмді енді реализация жасайық. Бізге не беріледі? Элементтер саны мен элементтердің өзі беріледі екен. Өшіреміз. Бұл алгоритмда квадраттық сұрыптау алгоритміне жатады екен. N-ге дейін тексереміз. Басынан соңына дейін. -1 болмайды. Максимум табуымыз керек. Бұл жерде максимумның индексі қажет бізге. Максимумның индексін бастапқыда 0-ге тең деп алайық. 0-ші элементті максимум деп есептеп тұрамыз.
soňuna ең соңғы максимумды тапқан соң оны қарастырмаймыз. Сондықтан i'ді азайтып отырады екенбіз. Егер a'jy біздегі максимум деп есептеп отырған элементтен үлкен болатын болса, онда максимумның индексін сақтап алуымыз керек. Бізге индексі ғана қажет. Мына жерде ауыстырып отырамыз. Ең соңғы элементтің индексі бізде n-1 болады. Бірақ одан i'ді азайтып отырамыз. i 0-ге тең болған кезде n-1 болады. i 1-ге тең болған кезде соңынан екінші n-2 болады. Солай ауысып отырады екен. Максимуммен ауыстырамыз оны. Максимуммен соңғы элементті ауыстырып отырамыз. Мынаны қазір көрсек болады. Және бұл жерде шығарып отыруымыз керек максимумның индексін шығарып отыруымыз керек. Олардың барлығы бір жолда болу керек, сондықтан end тең бір пробелмен тұру керек. Тексеріп көрейік. Мына сандарды алайық. Бастапқыда 20 мен 40-ның орнын ауыстырды, сосын 40 өз орнында тұра береді. 30 бен 20-ның орнын ауыстырды, мына 20-лар өз орнында тұрады, мына 20-да өз орнында тұрады екен. Мынаны өшіріп тастаймын. Сонда тек қана индекстері шығады. 0, 3, 1, 0, 0. Дұрыс, мынаны да тексере салайын. 2, 1, 0 болу керек екен. 2, 1, 0. Дұрыс сияқты тексеруге жібереміз. Тексеріп жатыр. Accept дейді. Мына есепте қабылданды. Енді соңғы есеп сортировка времени дейді. Бұл жерде уақытты сұрыптау деген. Бізге уақыттар саны беріледі. Ол 100-ге дейін болады екен. Әртүрлі уақыттар. Мына бірінші сағат, сосын минут, сосын секунд болады екен. Сағаттар 0-ден 23-ге дейін, минуттар 0-ден 59-ға дейін, секундтарда дәл солай 0-ден 59-ға дейін болады екен. Бұл жерде мен Python тілінде дайын сорттайтын сорт және sorted деген функциялар бар. Мысалға осы листті print sorted a деп жазсам сұрыптап шығарып береді екен. Мысалға бір сандарды өзім ала берейін. 5 сан болсын. 1, 3, мысалға 5, 2, 4. 1, 2, 3, 4, 5 өсу ретімен сорттап шығарып береді екен. Тағы сорт деген бар. Енді осылай жазсақ, sorted a деп жазсақ. Бірақ print a деп жазсам қазір. Print a. 5, 1, 3, 5, 4, 2 мысалы. Сорттап шығарылып жатыр, ал мына жерде бастапқы өзгерісі шығып жатыр. Мына sorted деген принтке шығарған кезде сорттап шығарып береді, бірақ оның a листің өзін шығарсақ, қайтадан бастапқыдағы тізім лист шығады екен. Тағы бір функция бар, sort деген. Sorted емес, sort. Ал оны қолданатын болсақ, ол тізімді өзгертеді екен. Мына sorted тізімді өзгертпейді екен. Аны көшіріп алайын.
A sort. Yani tағы print A деп жазайын. Екеуінің айырмашылығын көру үшін. Sorттап шығарып берді, бірақ print A деп жазғанда бастапқы өзгеріс шықты. Енді A sort деп жазған соң print A деп мына жерде бастапқы листіде өзгертіп берді. Мына өзгертпейді екен, sorted, ал sort өзгертеді екен. Тағы оның кілті бар, сорттайтын кілті бар. Мысалға бізде мына жерде 3 саннан тұр, я, әрқайсысы әр уақыт ол сағат, минут және секундтан тұр. Ол кілт арқылы сорттауға болады. Кілт арқылы сорттаған кезде мына жерге key деп жазамыз. Key. Мына осы есеп бойынша қарастырайық. Бұл жерде 3 сан. Әрқайсысында 3 сан болғандықтан оны forмен жазуға да болады. Бұлай жазсақ. For I in range n-ге дейін. Үшін оқып аламын сен. Үшін бір лист ретінде оқысақ та болады. Немесе сразу жаза салайық бірден. A append list map int input split. Мынау сонда екі өлшемді массив болып жатыр. Әр жолда 3 элементтен тұратын n жолдан құралған екі өлшемді массив болады. Енді соны сұрыптау үшін A sort мына жерге key деп жазамыз. Key тең лямбда деп жазамыз. Лямбда. Мына бір жолды функция жазу үшін лямбда деген функция қолдануға болады екен. Сосын ол функцияға атау беріп қоямыз. X деген мысалға. Ол қандай параметрлермен тексереді? Бірінші элемент бойынша тексеру керек. Сағат қайсында аз, сол бірінші шығу керек. Сағаттары тең болса, онда минутқа қараймыз. Минут қайсында аз, соны шығаруымыз керек. Егер минуттары да бірдей болатын болса, онда секундтарына қарауымыз керек. Сол элементтер бойынша енді шығарып көрейік. For I in range in A деп жаза салам. In A print жұлдызша I. Тексеріп көрейік. Жеті 30 0 деп шыққан жоқ, 0 деп шықты. 10 20 30 13 30 23 59 59. Мынаны жіберіп көрейік. Мына айырмашылығы бар ма? 0 мен 00-дің жоқ па? Көреміз. Мына жерде де 0 деп тұрған екен, онда тұрған ештеңе жоқ сияқты. Мына accepted болды, қабылданды. Сонда мына жерде бірдей әрқайсысы әртүрлі болып тұр. Басқа сандарды қарастырып көрейік. Мысалға осы 4-еуін алайын, тағы да қосам. Мысалға 4 емес 6 болсын. Мысалға сағатта 10 болса, онда минутқа қарау керек. 10 деп жазып қоян, 10, мысалға 40 болсын. Енді минуттары да бірдей болатын болса, 30 болсын. Несіне қарайды екен? Секундына қарайды екен. Мына жерге қарақ, ең сағат аз 7 сағат. 10 деп тұр. Бірінші сағатқа қарайды, сосын минутқа қарайды. Сосын минуттары да тең болса, секунд аз бірінші шығу керек екен. Бұл бір шешімі. Тағы екінші жолмен шығаруға болады. Мына есепті бір тағы жаңа лист құрастырып
кояйык. Сагаттарды да, минуттарды да барлыгын секундка ауыстырып аламыз. Сосын ол секундтарына карай кайсы үлкен, кайсы кичи сорттоп аламыз. Сосын оларды кайтадан сагат және минуттарга ауыстырып чыгарат экенбиз. Сонда for I in range n буга косуп отурамыз. Бу косулган append I0 көбейтүү керек. 60га көбейтсек минутка ауысат, тағы 60га көбейтсек секундка ауысат. I1 деп жазамыз енді. I1 ол минуттарды 60га көбейтсек секундка ауысат екен. Плюс I0 деп жазамыз енді. I0 деп жазамыз. Барлығын секундка ауыстырып алдық. Енді сорттаймыз. Б сорт. Сорттап болған соң шығара беруге болады енді. For I in B print. Шығарған кезде енді ол секундтарды сағатқа, минутқа ауыстыру керек. Сағатқа ауыстыру үшін 60-қа бөлеміз, минутқа ауысады, тағы да 60-қа бөлеміз, сағатқа ауысады. Енді 60-қа бөлген кезде барлығы минут болады, бірақ ол 60-тан үлкен болып кетуі мүмкін, сондықтан мод 60 деп қоюымыз керек. Мод 60 дейтін болсақ, секундтарын шығарып береді екен. Осында тексеріп көрейік. Қате дейді. I0, I1, I2. Range болып қалды. Мына жерде range емес. Мына жерде A деп жазуым керек еді. Енді дұрыс болды. Жіберіп көрейік. Accepted дейді. Мына есепте қабылданды. Бүгінге сол 3 есеп. Келесі сабақта мына сайлау деген лексикографиялық тәртіп, сандардың лексикографиялық тәртібі деген, мына той деген 3 есепті шығарамыз. Сау болыңыздар.